Немістің әйгілі ғалымы Альфред Вебер орталық Азиядан шыққан көшпелі халықтар Қытай, Үндістан және батыс елдеріне баса көктеп жетіп, ежелгі дүниенің ұлы мәдениеті бар мемлекеттерін жаулап алды. Олар дүниеге ерлік пен трагедиялық сананы орнықтырып, оны эпос түрінде паш етті деп жазған екен. Армысыздар, ардақты көрермен. Бүгінгі 6 сыныпқа арналған қазақ әдебиеті бағдарламасында Қобыланды батыр жырымен таныс боламыз. Батырлар жыры халық ауыз әдебиетіндегі ең бай да көне жанрлардың бірі. Эпостық жыр халық өмірінің тұтас бір дәуірін жан-жақты қамти отырып, сол тарихи кезеңдегі батырлардың сыртқы жауларға қарсы ерлік күресін, ел ішіндегі әлеуметтік қайшылықтар мен тартыстарды бейнелейді. Тарихи жыр ең алдымен көркем шығарма. Ол өзінің жанрлық нысанасына қарай шындықты өзінше қорытып, оны өзінің көркемдік өзгешілігіне қарай өріп отырады. Эпостық жырлар адамзат қоғамының тарихи даму үрдістерімен бірге жасап келеді. Қазақ фольклордың ішінде батырлық жырлар үлкен бір саланы құрайды. Бұл сол халқымыздың мына рухани мұрасының ең бір шұрайлы, және өте көп мәнді тақырыпқа құрылатын эпикалық жырлар. Немесе эпикалық аңыздаулар ғой. Мынау Қазақстан ұлттық ғылым академиясында варианттарын қос есептегенде 600-ден астам эпикалық жырлар бар екен. Батырлар жырын пайда болу кезеңдеріне қарай ірі 3 топқа жинақтауға болады. Бірінші ең көне заманғы эпос, ертелік эпос. Екінші тарихи кезеңдердің эпосы. Үшінші жаңа дәуір эпосы тарихи жырлар. Біз бүгін тарихи кезеңнің эпосы Қобыланды батыр жырымен танысамыз. Қобыланды батыр қазақ еліне ең кең тараған және халықтың сүйсініп тыңдайтын жырының бірі. Қобыланды батыр жырын жинау, хатқа түсіру жайы тек 19 ғасырда ғана қолға алынды. Жырдың бізге 29 нұсқасы жеткен. Оның 26 нұсқасы Қобыланды батырдың ерлігі жайында, ал 3 нұсқасы Қобыландының балалары Бөкенбай мен Киікбай батырларға арналған. Қобыланды батыр жырының 29 нұсқасының ең көлемдісі Марабай нұсқасы. Бұл қаһармандық жыр көркем шығарма болғанмен, онда тарихи негіз бар. Ондағы жер, су және кісі аттары осыны айғақтайды. Ерлік жыры тарихи деректер, шежіре көздері Қобыланды батырдың хас батыр болғанын дәлелдейді. Ол жас кезінде көшпелі өзбектер мемлекетінің билеушісі Әбілқайыр ханның жанында жүреді. Ханның арандатуымен Қодан тайшының ұлы Дайыр қожаны өлтіреді. Бұл оқиға Керей мен Жәнібек сұлтандардың Әбілқайырдан бөлініп, 200 мың адаммен бірге Шу өзені бойына көшуіне, сөйтіп жаңа мемлекет Қазақ хандығының пайда болуына алып келеді. Қобыланды батыр Маңғыт ордасындағы саяси оқиғаларға да белсене араласқан. Қазан қаласына жасалған жорыққа қатысқан. Жырдың ең көне түрі бізге жетпеген. Қобыланды батыр жырын жырлаған ақын, жырау жыршылар өзі өмір сүрген дәуір тұрғысынан толықтырып, өңдеп, әрлеп отырған. Әуезов, Мұханов, Марғұлан, Ғабдуллин, Нұрмағамбетов сынды ғалымдардың зерттеу еңбектерінде Қобыланды батыр жырының мазмұндық, көркемдік қасиеті жан-жақты қарастырылған. 7 буынды тармақпен жырланған эпостың тілі айрықша көркем. Эпитет, теңеу, салыстыру, бейнелеу, әсерлеу молынан кездеседі. Жырдың этникалық сипаты да арнайы зерттелген. Қобыланды батыр жырының басқа халықтар эпосынан айырмашылығы сол. Онда батырдың ата-анасы, жұбайы, серіктері, тұлпар аты, қару-жарағы ерекше суреттеледі. Қазақтың батырлық жырында әсіресе Қобыланды батырда кіріспе тарау қартайған ата-ананың қайғылы тағдырын суреттеуден басталады. 80-ге жасы келгенше бір бала көрмей тоқтарбай, қайғыменен қан жұтып, ақылынан адасқан, шөлесі сұңқар қияқсыз, еш нәрсе көрмей дүниеден өткенім деген тұяқсыз деп, зарлаған ата-ана мойындарына бұршақ салып тілеп жүріп перзент көреді. Баласыздық зары деген көп эпосқа тән, мотивтің бірі. Ал енді соң оларға айтеді, әулие әмбиеге жалбарынып, ел кезіп, мал мүлкін шашып, садақа беріп, сөйтіп барып дүниеге Қобыланды келеді.
Қобыландының Қарлығаш қарындасымен Қобыланды келеді. Ал енді сол Қобыланды болсын, сонсын ертарғын кез келген батырлық жырда батырлар ешбір елге зорлық жасап өздері аттанбайды. Не бұрынғы кеткен кекті қайтарады, не болмаса елін жерін қорғайды басқыншы жаудан. Батыр өмірінің келесі кезеңі оның үйленуі. Оған дейін батыр көп бой көрсетпейді. Үйлену оның күші толысып, жетілгендігінің белгісі, әрі оның болашақ батырлық қасиетіне алғашқы сын есепті. Өйткені сүйікті қызына таңдап алған жарына үйлену батырға оңайға түспейді. Сөйтіп талай қиындықты бастан кешіріп алған жары батырдың өз басының образын толықтыра түседі. Батырдың тағдырына оның серіктері, әсіресе Тұлпар да көп әсер етеді. Тұлпар батырдың ең жақын серігі, яғни ер қанаты. Ол батырдың образын толықтыра түседі. Сонда буырыл гуледі, табаны жерге тимеді. Көлденең жатқан көк тасты тіктеп деген тұяғы саз балшықта еледі. Арандай аузын ашады, аяғын топ-топ басады. Бір төбенің тозаңын бір төбеге қосады. Қобыландыда да жаңағы ертарғын бәріне тән қасиет бұл әсірелеу. Басқалардан ерекшелік көрсетеді. Жаңағындай ол қалың самсыған қалың қолмен жеке өздері араласып шайқасады. Соның бәрін жеңеді. Ат тізеден қан кешіп жүреді. Ол оңды да солды да қылыш сілтейді. Соның бәрінде жайпап жайратып салып жатады. Мұның бәрі де жаңағы халықтың бір жағынан бұнда аңсар арманы. Осындай батырлар болса екен, осындай елімізді жерімізді қорғасақ деген арманнан туған кейіпкерлер. Қобыланды батыр жырының көркемдігі мен түрінен қазақтың батырлық эпосына тән көп ерекшеліктер аңғарылады. Дастан 7-8 буынды жыр үлгісімен жазылған. Қобыланды батыр жырында көркем үйлесімдігі шегіне жеткен. Қобыландының үй ішімен қоштасуы, ата-анасының батырды жоқтауы, суреттелетін тараулар қазақтың халық поэзиясының ең үздік үлгісі. Жалғызым деп тоқтар шал, жоқтау шеді баланы. Уа қозым деп зарлаған, жас қозыдай маңыраған. Саулы інгендей аңыраған, сыртта жүрген қобыланның құлағын жарып барады. Дастанда әр алуан образ көп. Сараңда күншіл, болымсыз қараман бейнесі Қобыланды образына кереғар. Қобыланды мен құрдас бола тұра, қараман сол атқа лайық емес. Қобыландының қазан, алшағыр, көбікті сияқты дұшпандары да бір-бірінен өзгеше дербес образдар. Өшті болған әкеңнен өшімді алмай кетпеймін, кекті болған әкеңнен кегімді алмай кетпеймін. Қош қараман, аман бол, қайтасың бай елдерге, бізден сәлем дегейсің. Азулы деген көлдерге, асқар-асқар белдерге, Қараспан тауды жайлаған қалың қыпшақ елдерге. Қазақ халқының эпосында батырлар жыры ең бір мол сала. Бұл дастандар сонау бір бағзы заманда Орта Азияны, Қырым мен Еділ бойын жайлаған көшпелі тайпалар бастан кешірген нақтылы тарихи оқиғалардың поэтикалық көрінісі болып табылады. Мұхтар Әуезов. Қобыланды батыр жыры елді, жерді жаудан қорғау тілегінен туған. Ал Қобыланды батыр образы өз жерін, елін сүйетін батыр ұлдарды аңсаудың нәтижесінде жасалған. Қай эпосты алсақ та халық ел намысын аяққа таптауға қарсы. Өз басын ел үшін құрбан ететін ерлерді ғана батыр деп дәріптейді, мақтан тұтады. Қорыта келгенде Қобыланды эпосы мазмұны терең, тілі көркем поэманың бірі. Эпостың негізгі идеялық мазмұны патриоттық, ел үшін күрескен, елін жанындай сүйіп, басын бәйгеге тіккен Қобыландыдай адал ұлын дәріптеу. Құрметті достар, Ұлы Абай бабамыз айтқандай, артық ғылым кітапта ерінбей оқып көруге демекші, кітап оқудан ешқашан жалықпайық. Осымен мен сіздермен қоштасамын. Аман сау болыңыздар.